Сәлем, қалайсыздар? Жаңа ғана Инстаграмда амандастым да. Почему-то Инстаграмда YouTube сияқты сөйлей алмаймын осы. YouTube'да еркін сөйлеймін да, ал Инстаграмда почему-то бүйтіп не айтарын білмей бит не істеп қалам. А YouTube'да өте еркін сезінемін ше. Соған қарағанда YouTube қойдым менікі. Киноға шығып баратырмыз, короче. Күні мен басым ауырып дым істемедім. Мұстафа екеуміз жаттық құшақтасып, дым істемедік. Даже тамақ та істемедік бүгін. Енді қазір сол киноға шығып бара жатырмыз. Кішкене кино көріп, сергіп келейік деп. Брат или брак па? Короче, сол киноға келдік. 10.50-де болады екен. Әлі билет алмадық. Почти орын жоқ ішінде. 1-2-3 ряд қана болса екен. Амал жоқ, соған отырамыз енді. Мұстафаны қыздарға тастап кеттім. Жарты сағаттан кезектесіп көріңдер деп. Бағыңдар деп, то есть. Сол. 3-ші ряд, 6 мен 7-ші ряд. Аха. Сладкийін бері берді. Кішкентайын бері берді. Не нәрсе тағы? Нан алатын адамдар бар ма деймін да? Мынандай да алатын. Чипсы екен ғой. Не деп тұрсам, чипсы бар екен ғой. Киноның аты брат или брак екен ғой. Мен не дедім? Бағана. Брак или бір нәрсе дедім. Жоқ, дұрыс айттым мен де, кажется. Мен кола алдым. Папамыз попкорнмен кола алды. Енді киноға кіреміз. Бүгін жаңалық жасап, ерте кеп біз 5 минут. Адамдар шығып жатыр, уборка дейді. Сонымен күтіп отырмыз. Залдар прям осы кинотеатрдың залы күшті. Қазір көрсетейін. Мынандайлар көп қой, короче, ар жақтың бәрі. Ар жағы вообще күшті, ояққа барғым келіп тұрған жоқ енді. Мына жақтары бар. Короче, күшті енді. Уютный андай. Алты жеті біздің орын. Жындығылдар ғой мына жерде цирк концерт қой. Арыстан, жолбарыс, крейса, біздер козел да бар. Шықтық кинодан. Киноның аты брат или брак или брат та түсінбедім мағынасы. Енді таңдау деп ойлаған мен басында брат пен брактың біреуін таңдайтын шығар десем, жоқ ондай емес екен. Бірақ кино вообще комедия енді күшті болды. Прям күліп отырдым. Келдік үйге. Менің влогымды көріп отырып, менімен бірге жүрген сияқты болатын шығарсыздар, иә? Менің қасымда бірге жүрген сияқты. Мен өзім влогтарымды қосам да, сосын не істеймін ғой. Есім алып, күлкім келіп отырады. Мен күшті кездер болып еді осындай деп. Естелік қой. Орталық паркке келдік. Таза оймен демалып. Вообще адам жоқ. Бүгін сағат ауысты айтпақшы. Біз өткізіп алдық. Сағат ауысқанды видеоға түсіріп, не істеймін ба деп ойлап едім. Кинода отырдық та ұмытып кетіппіз ғой. Влогымның бүгін 2-ші күні үйде уборка жасаумен басталып жатыр бізде. Бүгін мына шарымның әлі тұр желі шығып кетеді, трубочкамен үрлеп қоям. Мынандай тесігі бар ғой. Сол тесігінен қайтып үрлеп қойсам, қайтадан не істейді, үрленіп тұрады. Әлі тұр жүр бұл. Бізде бәрі присутствовать жатыр. Сол мен тамағымды ішіп алып, қазір не істеймін. Мына залды мен присутствуймын. Ар жақты 2 қыз присутствуйды өздері. Айша мен Аружан батыл түсіруге шығып бара жатыр. 5 минут. Екеуі жарысамыз. Кім жеңеді екен, маған да қызық болып тұр. Кім жеңеді? Білмеймін енді, Аружан өңке андайлар алады. Аружан жеңетін сияқты, Айша ренжіме. Көреміз енді кім жеңген үйге келгеннен кейін. Таптың ба? Телефонның артында екен. Телефонның артына 5000 теңгесін салып таппай жүр. Давайте ал, қыздарым. Удачи вам. Екеуіңе де сәттілік, кім жеңсе де. Да, Аружан победит, походу. Ой, сен де жеңуге тырысса енді. Хочет пить молоко. Не хочет, да? Мен присутствовать жатырмын. Мына жер ғана қалды енді присутствовать.
Мына жігіт жыбыр-жыбыр етіп жатыр, жыбыр-жыбыр. Қабыр-қабыр. Жыбырлақ. Несісің көтерді? Көтермек жатсын уже. Ялп күліп қояды ғой. Ялп, тырнамайды бетін сипап отыр. Тырнама дейді. Сүйгіштеп өледі ғой, сүйгіштеп. Айша мен Аружан видео түсіруге кетті. Мен так етімді салып қойдым, қазір көрсетейін. Мінекей етімді салып қойдым қазанға. Енді шайымды ішейін деп отырмын. Құр шай ішкім деп отыр. Айтайын дегенім, бүгін алғыс айту күні, көктемнің алғашқы күні. Осы күнді қолданып, сіздерге алғыс айтқым келеді ютубтағы подписчиктеріме. Сіздерге мың алғыс. Үнемі мені қолдап жүресіздер. Анар апай, сізді жақсы көрем деп жазып жатасыздар. Сол әрбір жазған комментарийларыңыз үшін рахмет. Үнемі мені қолдайтындарыңыз үшін рахмет. Кемшіліктерімді түзейтіндеріңіз үшін рахмет. Әрбір сол жазған сөздеріңіз, жылы сөздеріңіз болсын, мені қуантады. Сіздерге мың алғысымды айтам. Көп рахмет сіздерге. Сол Айша мен Аружан челлендждің заттарын алуға кеткен. Соларды күтіп, тамағымызды салып қойып отырмыз. Мұстафа әрең ұйықтады. Пылесостап болдым, үйімді жинап. Шай ішіп алып, қазір челленджге дайындаламыз. Андай бір коробка жасау керек, 4 бұрышты. Мұхамеджанның челленджіне 4 бұрышты коробка жасау керек. Соны ойланып отырмын, қалай жасасам екен деп. Бүгін 3 челлендж түсіреміз. 5-еу түсіреді екенбіз. 2-еуін өздері түсіріп келеді. 3-еуін мен түсіреді. Көмектесем да түсіруге. Қастарында болам. Анау-мынауын жасау керек. Короче, қастарында ойнатып, қарап отырам. Может, өзімді ойнайын ба, көрем. Ведьма, ұшпадың ба тағы? Айтысына Мамина любимая первая дочь. Я хотя бы не спичка. Я хотя бы не спичка. Я хотя бы не доска. Я хотя бы не доска. Я хотя бы не есік, не тахта, не зубочистка, не ухочистка. Ой, болды. И не спичка. И не... Болды, түгел терет. Бересің? Шепеток, палец, шепеток берем. Шәпәтақ берем дейді Фатима. Шепеток берем. Оқтаумен шәпәтақ береді Аружанға. Қыз қазір бірдеңке қосам. Короче, мен өзімнің диктофонымды ақтарып отырмын да. Неғді көп нәрсе тауып алдым, короче. Жаңағыны қойшы именно. Gravity Falls. Полная история. Сезон 1. Эпизод 1. Ловушка для туристов. Ловушка для туристов. Ах, каникулы. Время отдыха, развлечений и расслабона. Да только! Босс. 2022-дегісі ғой, 2 жыл бұрынғы. Тыңдап күліп өліп жатырмыз мынаның нелерін. Жодна қосаяған слышишь? Қосбай қайым ба? Қараңыздар да. Күшті бастап келатты да. Дауысы жіңішке. Көп кішкентай бой дауысы. Таксиға отырған кезде мен любой жерде диктофон қоса беріп. Сонда мына любой жерде диктофонмен өстіп жазып алатын болған ғой. Біріншісі комедия, 66 болған. Мен неужели алдым өзімдің сағатымда? Адам осында ойыншық деймі. Мусор емес. Ойба, тақта Мұстафаның бет сияқты. Берге қайтадан тұршы. Айбай. Лақтыршы жерге. Біз баба, мен Фатима үшеуміз екінші этаждан лақтырдық. Қайсал көрек. Ойбай қазір. Папам еще жерге лақтырды. Папам қызыл. Папаңға не жоқ? Қайсал?
кетші жынды наңны енді. Осыны Вайлберстан барып алып кетті, қазір әкесін қоймай уговаривать етіп. Не кайф енді мынау бетінен ұрған. Пошылдады. Мұстафаның беті сияқты кетті. Сразу Мұстафа есіме түсті. Бетінен ұрмаймыз ғой, конечно. О, боже. Я буду делать с ним все, что я хочу. Слышал таврын. Ойбай. Айбай. Қайдан лақтыршы жаңағында? Қазір бос формасына келтіріп алайын. Очнись. Очнись. Не ойыншық болсын. Шынтыз. Менің бала шағам лимон жейді, қараңдаршы. Ал жеңдерші ал. Мұхаммеджан саған ұнап ма? Тітіркену деген жоқ қоналарда. Деген ше. сесіп қойыптым ғой. Құртты просто нелері көп дәмдері. Атак вкусно. Мұхаммеджан саған ұнап ма? Лақ. Айбай, наяқта уже. Мен де менің подписчиктерімде тітіркеніп жатыр ғой. Даже один какой-то вот этот маленький прикольный. Кім жейді лимонды осылай? Жазыңыздар комментарийға. Мен лимон жей алам деп. Көрейік. Қанша адам жей алады екен. Келді екі қызым. Мен чай ішіп отырмын. Жеңдің ба не? Әке, шнурын маған бере сал. Аржан сен жеңесің деп айтып жібердім ғой мен. 600 теңге просто. Я мен достармен бір теңгені санады ұмытып кеттім. Да, қателесіп қалдың ба? Рамянда кетінше. Короче, достармен жеңдім ғой. Мен жеңілем деп деген ниетпен барғам дейді. Неге жеңілем деген? Сен шығатын кезде жеңіл. айтпадым ғой, ол оған қарайды. Қарайды енді. 5000 теңге деген аты бар емес пе? 5600 емес қой енді. Пофиг болған. Жеңілді. Короче, Аружан жеңілді, Айша жеңді ма? Көрейікші ал. Мә, мына бір пакет Аружан сенікі, Иә. Зато мен мына бір пакет Айша сенікі ма? Сенікі что-то аз ғой. Аржанындай объемный заттарды көп алған. Все, бастаймыз давайте. Давай бастаңдар. Көрсетем. Достар, бізге келдік. Короче, мен жеңдім, мен уверенмін, потому что менде... Давай енді, чегімді алып. Менде 4285, менде даже 700, примерно, 720 сондай теңгеге мен алған жоқпын. Менде артып қалды 720 теңге. Ал Аружанда, дұрыстап көрсіз, 5654 теңге. Яғни Аружан 654 теңгеге көп алып қойды, сол үшін мен жеңдім. Мен негіз жеңдім деп ойлағам, но... Наоборот. Ал енді көрейік қандай заттар алды ба бірінші... Сеймасты. Сұйық заттар алды. Бірге, Аружан сенікін осы каналда көрсеңіз бе? Маған қарайды ғой екеуі. Осы каналда көрсеңіз. Че, короче, челленджге мынандай не алдық, А4. 3000 теңгеге апты мынаны, мә деймін да. Бізге 4 цвет керек болған. Қызыл, сары, көк, жасыл. Короче, осы 4-еумен күшті бір челлендж түсіреміз. Негізі бізге так неше штук керек болды. 8 штуктан ғой, 8 штуктан 4-8-36 штук керек болған. Ладно, енді пайдаланамыз ғой әлі. Алып қойайық. Фатиманы қарасаңыздар, не көріп отқанын. Арудың әлемі тока-бока деп жазсаңыздар шығады. Аружанның чисто фанаткасы тока-бокасын жібермей бүткілін көріп шығады ғой. Если сказать обычный тока-бока, и снег выпадет, потом много дня подождать, а тогда будет тока-бока. Да, ты чё? Бүткіл Арудың тока-бокаларын көріп отырады өстіп. Ой, Алла, не жасап отырмыз коробка. Патикасы көрсетсем күлкілі болады. Давай істе алар уже. Короче, андай квадратный коробка керек болған бізге ше. Мен андай аяқ киімнің коробкасын кесіп тастадық та. Мына сыртымен жаңа қағазбен не істейміз. Ал лақтыр енді. Өстіп лақтырамыз ғой. Короче, сондай цвет болу керек.
Қазір андай немен не қыламыз? Сыртын 4 цветпен қаптаймыз. Енді челленджден көресіздер. Көрдіңіздер ма? Жай ғана ойнай салмаймыз, өстіп неше түрлі жасап, сөйтіп ойнаймыз. Кестік, мінекей оны ножбен кестік, неше түрлі істеп отырмыз. Сол, ал енді мен сіздермен қоштасайын, келесі челлендждерде кездесеміз. Сау болыңыздар. Пока-пока деңдер, пока-пока деңдер. Бол.